Сәлем достарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз губка Боб пен Патриктің заттарын көрсететін боламыз. Біз бастайық. Арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бірінші осындай крабаттар бар. Мынандай крабат бар. Және де мынандай крабат. 3 крабат бар бұл жерде. Мына құмнан жасалған крабатқа ұқсайды. Енді бұл жерге, мына жерге кішкентай бала жатса да болады. Кішкентай бала жатады, ана жерге үлкен адам жатады. Ал енді мына бұл да осындай. Мына құмнан жасалған Патриктің жататын жері. Енді келесі бізде осындай полкалар, қоятын заттар, бір-бірлер. Әйтеуір білмеймін. Мына жерге, мына құмнан жасалған мынау. Бұл Патриктің заттары. Анау губка Бобтың заттары. Бәрі-бір емес пе? Мына осындай. Мынандай. Бұл жерде қазір мына жерде 6 зат екен. Керек бұл енді бұлардан басқа картинкаларын көрейік. Мынандай. Бұл картинка емес. Бұлар не екенін білмеймін. Әйтеуір осындай заттар. Келесі осындай суреттер. Картинкалар көп екен бұл жерде. Шынандай перде. Мындай. Осындай көп. Әнеке бір ұсақ шығарған губка Бобтың суреті. Бұның атын білмеймін енді. Бұның аттарын білмеймін. Есіме түсті. Енді скит бар екен. Енді есіме түсіп жатыр. Осындай микстан шыққан мынау. Мынаны біз білеміз. Микстан шыққан. Анау перде осындай дауыс шығады. Скит-баттың осындай несі. Бір сурет үлге бола ма, болмай ма білмеймін. Үлге болмайтын сияқты. Что-то. Осындай мороженое тұрған. Бұл құмнан жасалғандар сияқты. Бұларда. Енді басқа. Осындай заттар. 3 зат. Мынандай полка бар екен. Бұл кухняға ойнатын сияқты. Ал мына киіміледі. Мына аттыларына киімдерді қойып, ана жерге үстіне бір нәрсе қойып қоятын сияқты. Мына жерде жіп тұр. Жіппен қоятындай. Енді біз келесі затқа көшейік. Келесі затта осындай. Осындайлар. Және осындай. Келесіде осындай 4 полка бар. Бірінші полка, екінші полка, үшінші полка, төртінші полка. Мынада 3 полка.
Анау Патриктің полкалары 3 полкадан тұрады екен. Бұл губка боктікі. Мынау кімдікі екенін білмеймін. Мынау көпіршіктен жасалған. Осындай. Мынау қызыл мықы деп тұр. Келесі енді кілем. Осындай кілемдер, 2 кілем. Осындай 2 кілем бар екен. Осындай 2 кілем бар екен. Келесі Патрик, өресі губка боктікі сияқты. Келесі енді жуынатын бөлмеге арналғандар. Осындай 2 жуынатын бөлмеге арналған. Шекен, үшеуі. Мына солай жауып қойып шомысамды болады. Осындай екен. Ал мынада былай кит бардікі. Ал мынау Патриктікі. Білеміз бұны. Осындай үшеу жуынатын бар екен. Көрет. Енді туалет. 9 үшеу. Мынау ұзын бопты неге екенін білмеймін. Бірақ бұл скит бардікі. Темірден жасалғанға ұқсайды екен. Ал мынау суақ бар екен. Бұда суақ бәт деп ойлаған. Асында жарайды. Енді суатындықтар суға арналған. Бұл жерде 2 бар екен. Мына жерде полка бар екен. Мына жерде суға қолдыруға болады. Мына жерге заттар қоюға бола ма, болмай ма білмеймін. Енді мұнда да су ағады. Бұл ағаштан жасалған. Осындай тағы да айна. 3 айна. Біреусі осындай. Осы 3 айна бар екен. Біреусі мынандай. Ал біреусі құмнан жасалған. Екеуі губка боктікі. Мынау Патриктікі. Бұл жерде ештеңе жоқ. Ана жерде не екен білмеймін. Көпіршік шығаратын екен. Бұл көпіршік шығаратын бұдан. Көпіршік шығарады. Ал енді кухняның заттарын көрейік. Осындай кухняның заттары. Екеуде бірдей екен үштері. Осылықтары бірдей емес. Мына жерінде сағат тұр, мына жерінде айна тұр. Анау темірден жасалғанға ұқсайды. Мынау таяқтан осындай ұстағыштары бар екен burada. Енді келесі осындай заттарға келдік. Burada көп екен. Осылай пісіруге арналған зат екен. Мына жерге
Ошақса қойып істемеңіздер болады. Ана жерде не бар екен білмеймін. Әйтеуір тамақ істейтін бұл жерде. Ана жерде су ағып тұратын, су ішуге арналған. Бұл Патриктікіне ұқсайды. Себебі астында құм тұр. Бұл жарты бөлігі ма? Бұл жарты бөлігіне ұқсайды екен. Жарты бөлік. Мына екеу одан ана жерден жарты боқтық екен. Мына осылай 6 зат екен. Кухняның заттары. Енді осындай заттар. Міне осындай шай қоюға арналған. Осындай. Бұл жерде 2 зат екен. Тағыдан мына жерде. Бұл жерде де тоже 2 зат. Осылай ана домалары. Мына жерге 2 стол қояды. Келесі столдар. 4 стол бар екен. Мына 4 стол. Біреусі осындай. Анау ас бөлмеге арналған столдар сияқты. Мынау демалатын стол сияқты. Анау екеуі кәдімгі отыруға стол сияқты. Келесі тамақтардан жаңағыдай сосиска теста істеуге арналған жаңағыдай заттар. Келесі кухняны бітірдік. Енді біз осы қонақ бөлмеге келдік. Қонақ бөлмеде тоже мынандай жаңағыдай. Мынандай тағы да басқа. Бұл жерде көп екен. Жарайды. Бұдан міне отыруға болады екен. Бұл енді кімдікі екенін білмеймін. Осылай. Мына жерде дивандар. Осылай көбіктікі. Бұл жерде. Ана жерде демалуға арналған кәдімгі орындық. Ал енді келесі орындықтар. Бұл Патриктің орындықтары сияқты. Өйткені құмнан жасалған. Әшейін отыруға болады екен. Бұл ұстай алады екен. Бұның жүгі тұрғызға болмайды екен. Енді бұл құмнан жасалған Патриктікі. Осылай екеу екен. Анау көпіршіктен жасалған стол. Диван. Ал енді келесі осындай шоктер. Неше түрлі шоктер бар.